Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Мына қазіргі кезде әртүрлі ұстаздардың, кейбір зиялылардың тарапынан мына қазақтың салт дәстүріне қатты атака жүріп жатыр да. Сол бойынша өзімнің пікірімді айта кетейін деп едім. Біріншіден, бізде қазақта шал және ақсақал деген екі ұғымды бір-біріне қарама-қайшы қойып жатқандарға айтқым келеді. Айналайындар, ақсақал мен шал екеуі бір мағына беретін сөз. Мысалы, жарайды, ақсақал деген сөзді бәрі құрметтейді де, шал деген сөзді бәрі төмендетуге тырысады. Бұны қазақтың салт дәстүріне атака деп санаймын мен. Мысалы, шал деген сөз сондай бір оңбаған, ештеңе көрмеген, өзінің отбасының қожайыны емес, балаларға үлгі болмайтын мағына беретіндей болса, онда кезіндегі шал ақын деген адамды қалай сондай шал деген атақ берді? Мысалы, шал ақын деген ол жалпы Тілеуке деген шын аты оның Тілеуке. Бірақ сол Тілеуке 15 жасында өзінің даналығы үшін, зергерлігі үшін, мықтылығы үшін, сөздегі шешендігі, ақындық қасиеті үшін халық оған шал ақын деген атақ береді, құрметтеп сондай атақ береді. Яғни 15 жаста болсаң да шал сияқты данасың, шал сияқты мықтысың деген сияқты. Шал ақын деген атақты 15 жасында береді. Сонда біздің халық жынды ма не? Немесе Тілеуке ақынға шал ақын деген атақ беру арқылы оны төмендетіп отыр ма? Жоқ, олар оған құрмет көрсетіп отыр. Осыны еске түсіру керек. Және де қазіргі таңда мына шеше деген сөзге атака жасалып жатыр. Айналайындар, шеше деген сөз ол ана деген сөздің төменгі мағынасы емес. Ана мен шеше екеуі бір мағына береді. Екеуі бір сөздің баламас түрлері, бір сөздің әртүрлі варианттары. Мысалы, сонда Құрманғазы Қайран шешем деген күй шығарған кезде, сонда не, бір оңбаған бір әйел туралы шығарып отыр ма? Жоқ, ол шешесіне құрмет көрсетіп отыр. Қайран шешем-ай, Қайран маған кеткен еңбегің-ай деген сияқты құрмет көрсетіп күй шығарып отыр. Немесе қазақтың қандай да болмасын мақал мәтелдерін алыңыздаршы, ол жерде шеше деген сөз мысалы толып тұр. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді мысалы. Немесіне әкесіне тартып ұл тумас, шешесіне қарап қыз тумас деген мысалы мақалдар. Немесе ұлдың ұяты әкеге, қыздың ұяты шешеге дейді. Сонда осындай мақал шығарып отырған, шеше деген сөзді қосып отырған қазақ халқы ақымақ па не сонда сіздердің ойларыңызша? Сондықтан да құрметті ағайын, әке, шеше деген мысалы сөз тіркесі бар. Ол ата-ана деген сөз тіркесінен бірде-бір кемшілігі жоқ, екеуі бірдей мағына береді. Сондықтан да шал және шеше деген сөздерді төмендетуге, оларды жоқ қылуға жасалып жатқан әрекеттерді қойыңыздаршы, осыны білу керек. Ана мен шеше және де ақсақал мен шал екеуі де бір мағына беретін сөздер. Ананың шешеден ешқандай артықшылығы жоқ, шешенің анадан ешбір кемшілігі жоқ, және шалдың ақсақалдан ешбір кемшілігі жоқ, немесе ақсақалдың шалдан ешбір кемшілігі жоқ. Барлығы бір мағына береді. Бұл қазақ тілінің байлығын көрсететін дүние. Осыны біліп жүрейік, ағайын.